Aman qalaysizlar. Bugün biz kızlarмен осындай әдемі көшеде жүрміз. Бұл жерде магазиндер бар, киінетін. Күшті. Аз көрсетем. BTS. Осы фирманың киімдері өте күшті. Бұл жерде жаңадан Nike ашылды. Білмейтіндерге 2 этажный болып. Az бізде бірінші рет кірейін деп тұрмыз. Но 1 этажный бар. Бұл қазір 2 этажный болып ашылды. Sizden жүрсеңіздер осында қызық болады. Қазір бір спортивканы сіздерге сенасын көрсеткім келіп тұр. Мысалы, мынау просто сенасы. Қанша дейді? 129 мың. 129 мың bon екен. Мынаның бір өзі үсті. Оның асты отдельно сатылады. Мынаны қараңыздар. Бұл жерде бар күшті фирмалардың барлығы бар. Киімдері күшті, бағасы да енді Кореямен салыстырғанда онша қымбат емес. Кореяның несімен қарағанда бұл қымбат емес олар үшін. Бұл жерде Adidas та бар. Бұл мынандай гольф ойнайтын Adidas киімдері. Мынандай гольф ойнайтындарға. Мен де осы үстімдегіні осы жерден алғанмын. Бұл жерде көбірек осындай гольф ойнайтындарынкі осы жерде көбірек бар. Өйткені бұлар қатты жақсы көреді гольф ойнағанда. Мына көріп тұрғандарыңыздай. Барлық заты сатылады бұл жерде. Осы жерде қалаған балығыңызды көрсетесіз, аласыз, sıra сізге қорып береді. Немесе қайда барасыңдар, мені тастап бір өзімді десем, түсінбей тұр. Мына жерде Корея шиктандары, шиктан ол столовый ма, қалай деп айтатындар. Сол балықтың иісі шығып тұр. Бірақ бұлар көбісі балықты пісірмей жейді. Көріп тұрғандарыңыздай. Сондай етті де пісірмей жей береді. Демекші бір қысқа айтып берейін сіздерге. Бір күні жолдасым екеуміз продукты жасап жүргенбіз. Сонымен
Жолдасым қатты балық жегісі келді. Мына жерде балық кафелері көп екен. Жүр екеуміз балық жейік деп көрді. Жаңа кафе екен. Сосын осындай бір балықты таңдадық осындай жерден. Үлкен балық таңдадық. Ойлағанбыз ғой енді бір қорап береді деп. Yani biz oyumuzga da kelmepti bular. Niye? Pişirmeye jiberetin oyumuzga da kelmegen koy. Oyumuzda hiç neye yok. Balık kurup jeymiz diye. Жаңа balıkta aldık. Töbege çığa veringler. Hazır balıktap çıgamız. Sol жақта жаңа kafede. Balıkka koşup jeyten bulardın soustары, peritsleri barlığın beremiz dep ayttık. Otursak bir karasak endi pançanlar geldi. Pançan bu salat bular. Bilesizler koy. Aşçılarмен, sondaylarмен tamaқты жейді. Men kendi videolarda көрсетем onu әлі. Endi balıkты kütüp oturmuz ekemiz. Karasak balıkты tek qana tazalap jууp, просто kesip әкелген koy. Әдемілеп mına balıkты. Ekemiz külüp, жоқ biz үйге әкетеміз деп. Sonымен үйге sap aldık. Bir de kurup jedik sol dayın balıkta. Solay kısık bolgan. Ponça ande. Осы жерден өтіп бара жатып, осындай иттің магазинін көріп қалдық. Осындай иттерді кездестірдік. Қандай әдемі, е? Кино барайды ғой, принц деген. Принц па қандай? Сондай кинода ойнаған иттерге ұқсайды екен. Соның әйелі ма? Әдемісін. Кореяда осындай үлкен иттер кем кездеседі. Үлкен иттерді көп жерде рұқсат бере бермейді алып жүруге. Әсіресе үлкенini. Sizde it istеп алатын болса, болмаса қорқытатын болса, жас балдарға келіп жаңағыдай қатты қорқытатын болса, ол кезде штраф салынады иесіне. 2 миллион штраф салынады. 안녕하세요. Осымен сау болыңыздар. Кейінгі видеоларда кездескенше комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пока-пока.